Сен сөйлегенде сенің сөздерің үнсіздіктен жоғары тұру керек. Жеңістің дәмі сабырдың азабын өшіреді. Бұтақтарға қарап, тамырдың жайын білуге болады. Ешбір тамыр өз мөлшерінен артығын сыйғыза алмайды. Білім тамырынан басқа, ол әрқашан кеңейеді. Әлсізді жеңу жеңіліспен тең. Асығыстық жолда шатасып жатқанда, асықпау мақсатқа жеткізеді. Әр айтылған сөзге арнайы естуші құлақ бар. Білімі тек кітаппен ғана шектелген адамның қателіктері дұрыс қадамдарынан да көп болады. Ақылды өз еңбегіне сүйенеді, ақымақ өз үмітіне. Адамның сөздері оның ақылының өлшемі. Егер үй иесі домбыра, тамбурин тартуды ұнатса, үйдегілерге билеуге тура келеді. Егер дана қателессе, бүкіл ел сүрінеді. Кімде-кім адамда жоқ нәрсені айтып мақтаса, онда оның үстінен күлгені. Бір көздіні тек өзі қисық болған ғана кемсіте алады. Молшылық бәрінен де жалықтырады. Еңбектің шаңы әрекетсіздің әсем гүлінен артық. Күйгелек адам қанағат таппас, ренжулі қуаныш, ал жалықтырғыш кісі дос таппас. Орғаны ұнамайтынды екпе, өзіңе ұнамайтын сөзді басқаға айтпа. Дос дегенің ол сенің жақсы көретінің, тіпті ол аюға ұқсаса да. Көре алмаушыға билік бұйырмас. Екі нәрсенің қадірін оның жоғалтқанда білерсің, жастық шақ пен денсаулық. Жолбарыстың терісін жамылғанның бәрі батыр емес. Адамның иманы оның сертінен білінеді. Жылан өз уынан өлмейді. Жүрек көзден бұрын көреді. Нығметтердің ең жақсысы ақыл, бақытсыздықтың ең жаманы ақымақтық. Өз пікірін күшпен ендірген өледі. Арыстан тіпті торда да арыстан. Асығыстықтың артында өкіну тұрады. Хақты жақтау сый, хақсыздықты жақтау сыйды жоғалту. Шақырусыз келген қонақ төсексіз жатады. Епті қол өнерші тіпті есектің аяғында да тоқи алады. Адамның назары сөзден шешен. Қалауындағы жоқ болса, барды қала. Дұрыс істегі үндемеуші, әділетсіздіктегі айқайлаушымен тең. Егер Алла біреудің жасырын жақсы амалын көргісі келсе, оған көре алмаушының тілі арқылы сөйлеседі. Өзгеден келген бидайдан өзіңде өскен арам шөп артық. Кәрі түйе ұятқа қалдырмас. Бір сәлдеге екі бас сыймайды. Жақсылық тілеуші, жақсылық жасаушымен тең. Ешқашан мынадай әйелге үйленбе, бұрын кімнің қамқор еркектері көп болғанға. Бүлінуі бұйырған затты тіпті сандықта сақтасаң да сақтап қала алмайсың.
Себебі жоқ düşmanlık болмайды. Егер төс темір болсаң шыда, балға болсаң соқ.